Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Корей халқының пянсе деп аталатын пигодиінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тағам өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толық жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне тұз 1 ас қасық және ашытқы 1 шай қасық және 2 ас қасық сұйық май қосып, оның үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Пигодиіміздің қамыры осындай жүмсақ болып иленіп шығады. Енді осы қамырымыздың бетін пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше пигодиіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін фаршымызға пияз ұсақтап турап және капуста турап қосатын боламыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Пигодиіміздің салмасы осымен дайын болды. Шамамен 1-1,5 сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыздың осылай көтеріліп дайын болып тұрады. Қамырымызды алып, қолымызбен 1-2 рет басып, илеп аламыз және таразының көмегімен 70-80 граммнан бөліп өлшеп аламыз. Мен барлығын 80 граммнан бөліп алдым. Енді осы бөліп алған қамырларымызды қолымызбен осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Араларын ашықтау етіп қоямыз және бетін күйіп қалмас үшін осылай пленкамен жауып қоямыз. Енді шетіне қамырымызды бір-бірден алып жаямыз. Қамырымызды қатты, қалың немесе жұқа етпей, орташа қалыңдықта осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Енді үстіне салмамызды салып, салманы барынша молдау етіп салғанымыз дұрыс. Қамырымыздың екі шетін жақсылап қысып, видеода көріп тұрған ретпен пигодиімізді түйіп шығамыз. Түйі барысы түсінікті болу үшін тағы да бір қайталап көрсететін боламын. Менің каналымнан шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жасалған пигодиларымыздың бетін жауып қойыңыздар, күйіп қалмас үшін. Суымызды алдын ала қайнатып қоямыз. Енді дайын болған пигодиларымызды мантаварканы майлап орналастырамыз. Пигодилардың пісу барысында бір-біріне жабысып қалмас үшін араларын алшақтау етіп қойып шығамыз. Осылай сұйық маймен бетін майлап, мантаварканың қақпағын жауып, шамамен 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Пигодиларымыз осымен дайын, өздеріңіз көріп тұрғандай көтеріліп, формаларын жоғалтпай керемет болып пісіп шыққан. Өте тойымды әрі тағамдардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видео рецептерім ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған жан сая, сау болыңыздар.